Әлидің анасы Фатима о дүниелік болды. Фатима бинт Асад Алланың нәбиінің көкесі Әбу Тәліптің жары еді. Алғашқылардың бірі болып мұсылмандықты қабылдап Мәдинаға көшкен. Пайғамбарымызға бала жасында көп қызмет жасаған. Бұл әйел оны өз балаларынан жақын көретін. Әзірет Мұхаммед те оны ерекше сыйлап, құрмет көрсететін. Жоғары көркем мінез иесі Фатима ханым хижреттің 4-ші жылы Мәдинада мәңгілік сапарға аттанды. Ардақты пайғамбарымыз оған деген ілтипатын бүгін анам қайтыс болды деген сөздерімен білдірген. Әзірет Әли, менің анам Фатима қайтыс болғанда Расулла үстіндегі жейдесін шешіп оған кебін қылды және жаназасында өзі шығарды деген. Сонан соң пайғамбарымыз осы мүбәрәк жанның қабіріне өзі түсіп жатып көреді де жылап тұрып мәйітті жайғастырды. Сахабалар мұны көріп: «Уа Расулла, сенің бұрын соңды бұлай жасағаныңды көрмеп едік» деп таңырқайды. Алла Расулы оларға бұлай деп жауап берді: Әбу Тәліптен кейін осы елде маған жақсылық жасаған ешкім болған емес. Жұмақтың жібегін жамылсын деп өз жейдеммен кебіндедім. Қабірде өткізетін сәттері оңай болсын деп көріне өзім жатып тұрдым. Әзірет Фатиманы жер қойнына берген соң сүйікті пайғамбарымыз оған былайша дұға етті: Алланың мейірімі түсіп, ақырыңды қайырлы етсін. Алла саған рақым қылсын. Уа анашым, сен менің анамды жоқтатпай анамдай болып едің. Өзің аш болсаң да барыңды менің аузыма тосып едің. Өзің киінбей мені киіндіретінсің. Нығмет ырзықтың ең жақсысын өзіңе алмай маған беріп едің. Алланың ризашылығы үшін, ақырет үшін осылай жасайтынсың. Алла тірілтуші де, өлтіруші де, өмір беретін, жан беретін де сол. Я Алла, анам Фатима бинти Асадты кешіріп, алдын пейіш, артын кеңіс қылғайсын. Мен Расулың және маған дейінгі пайғамбардың құрметіне дұғамды қабыл еткейсің. Уа қайырымдылардың қайырымдысы ұлы, я Алла. Хижреттің 4-ші жылы Шабан айында Әзірет Әли мен Әзірет Фатиманың шаңырағында Алла елшісінің немересі Хусейн дүниеге келді. Туылғанына 7 күн толғанда Алла Расулы немересінің жолына құрбандыққа 2 қошқар бауыздатты. Азан шақырып, атын қойып, шашын алдырады. Үлкен немересі Хасан сияқты Хусейн де пайғамбарымызға қатты ұқсайтын. Пайғамбарлар сұлтаны әрдайым дұғасында: Я Алла, мен бұларды жақсы көремін, сен де сүйгейсің дейтін болған. Бірде сахаба Әйюб әл-Ансари пайғамбарымызбен жүздесуге келгенде Расулланың 2 немересін ойнатып отырғанын үстінен шығады. Уа Расулла, сен осыларды өте жақсы көресің бе? Деп сұрайды. Пайғамбарымыз оған: қалайша сүймеймін, бұлар маған осы дүниеде иіскеуге бұйырған 2 райханым ғой деп жауап берді.